Сәлем жігіттер мен қыздар, бүгін сендерге 2015 жылы шыққан топовый фильмдердің біреуіне қысқаша кино шолу жасадым. Ал фильмнің аты «Тигр». Спасайтесь! Шайынды құйып, жақсылап жастыққа жайғасқан болсан, біз кеттік. Арнаға тіркелуді ұмытып кетпе. Чересан тауы, Корея Республикасы, 1915 жыл. Аңшы Мондук баласын аң аулауға үйретіп, ойыншық мылтықпен қоянды ойнап атып жатыр. Үйлеріндегі күріштің аздығын жасырып, әйелі күйеуіне тамақтың көбірегін салып беруде. Бірақ Мондук тамақты алмай, осы жолы бір нәрсе ұстаймын, көресің деп аңға шығып кетті. Сәті түсіп, ол орманда арыстанның ізіне түсті. Аспанға атып, аңшы орнын жылдам ауыстырып жатып, арыстанды өзіне қарай жақындата бастады. Жолбарыс жақындағанын байқап, аңшы талдан шығып қалып, ол ұрғашы жолбарыс екенін көріп, атқысы келмей, артқа шегіне бастады. Бірақ жануар бөпелерін қорғап, аңшыға қарай атылғанда, Мондук амалсыз мылтықты атып жіберді. Екі кішкентай бөпесін қасындағы аңшыларға атқызбай қойды. Өйткені аңшылықтың заңы бойынша баласы бар ұрғашы аңды өлтіруге болмайтын еді. Кішкентай бөпелерді ұяларына әкеп, күнде ұстаған олжасынан бөліп, аң етін әкеліп, тамақтандырып жүрді. Бір көзіне ақ түсіп туылғаннан соқырланған шөнжік өсе келе ерекше өте алып денелі жолбарыстың арланына айналды. Уақыт өте ол өте дәу ерекше алып жыртқыш туралы жергілікті жердегі тіпті бүкіл елдегі адамдар ести бастады. Халық арасында оны енді тау патшасы немесе ұлы жолбарыс деп атай бастады. Бір күні үлкен аңшылық болып, жолбарыстарды аулап жатқанда ұлы жолбарыс біраз адамдарды және оның ішінде Гуккённың ағасын да өлтіріп кетіп, ауылға қарай қашқан еді. Мондук оның артынан қуып барып, тал арасынан қимыл байқап оқ атты. Бірақ ұлы жолбарыс басқа жерде тұрған еді. Мондуктың жүрегіне ине кіргендей болды. Оқ кімге атылғанын барып көргенде, ол жерде қансырап жатқан әйелін тауып алды. Осы күннен бастап Мондук ақша үшін жолбарыстарды аулауды қойып, тек өмірге қажетті мөлшерде ғана аңшылықпен айналысатын болды. Біраз уақыт өтіп кетті. Оңтүстік Корея генерал-губернатор канцеляриясы. Көптеген жолбарыстардың трофейлерінің ортасында жапондық генерал отыр. Солдаттар оған жолбарыс терісін алып келсе де, оны кішкентай сынып қайтарып жіберді. Докладта ол жіберген әскерлердің бәрін бір жолбарыс түгел жыртып айырып тастағаны айтылды. Кәрістерді толық басыну үшін жапондықтар олардың барлық жолбарыстарын өлтіру керек деп жоспар қойған еді. Сондықтан генерал бұл үлкен жолбарысты міндетті түрде ұстауға бұйрық берді. Гуккён бастаған бір топ аңшылар үлкен жолбарыстың ізіне түсіп, оның суға келетінін айтып, осында лагерлерін құруға бел буды. Қарт аңшы Мондукты капитан шақырып, тау патшасын ұстауға көмектес деп айтып жатыр. Мондук ол біздің халық үшін киелі жануар, оны өлтіруге болмайды деп капитанның жынына тиіп кетіп қалды. Бұл оның баласы Токтың өсіп қалған кезі. Аңшылар жолбарыстың ұрғашын ұстап, тау патшасының балаларымен қосып өлтіріп тастады. Денелерін алып ауылға қарай әкетті. Ұлы жолбарыс оны көріп, денелерін алып жапондықтар әскерімен басқа өлтірген жануарларды қосып суреттерге түсіп жатыр. Таңертең қария аңшы тұрып, от жағып, тірліктерін жасап, намазын оқып тұрғанда, бала шыға салып есік алдына сие салды. Бұл ерке баланың кемшілігі, ол қарт әкесін мүлдем тыңдамайтын еді. Әкесінің өткен өміріндегі тәжірибеден көргенін айтып, тауды, табиғатты сыйла, артығын өлтіріп алуға болмайды десе де, бұл оны түсіне ме? Мондуктың ескі досы базарда сауда жасайды. Жағдайы өзінен төмен досына ылғи көмектесіп, дәрі, ақша береді. Бұл жолы да солай жасады. Қарт аңшымен қаладағы жаңалықпен бөлісіп,
тау патшасының балаларын аңшылар өлтіріп кеткенін айтты. Мұнда баласы қызымен кездесіп, қызы оны мамасы басқа жігітке байға берейін деп жатқанын айтты. Цок ақшасы жоқ жай аңшының баласы болғандықтан қызын анасы саудагердің баласына берейін деп жатыр екен. Оны естіп Цок жынданып, мен ақша табам, көресің, біз бірге боламыз деп қызды құшақтады. Генералдың өзі ұлы жолбарысты ұстау үшін ауылға жетіп келді. Оның салмағы 400 килограммға жуық екенін естіп, көзі жайнап кетті. Аңшылар тауға шығып, жолбарыстың шөнжіктер денелерін жерге қойып, қасына қаппандар орнатып тастады. Бірақ ұлы жолбарыс жай жыртқыш емес еді. Ол өте ақылды болғандықтан қаппандарға түспей, торға қасқырды айдап, балаларының денесін алып кетті. Бог ты мой! Он гребаный гений! Үйленгісі келген Цок үйіне келіп, әкесінен жолбарысты ұстайықшы деп айта бергенде, оның ала көзін көріп, қорқып үйге кіріп кетті. Ұлы жолбарысты ұстай алмай жүрген аңшылар қартқа келді. Далада баласымен сөйлесіп отырғандары ұлы жолбарыс үшін генерал қаладан үй алып беретінін және көп ақша сыйлайтынын айтып, баланың басын айналдырды. Іште Гукон қартты ақыры көндіре алмай, болмаса жолбарыстың жүретін жолдарын көрсетіп берші деп сұрады. Мондук оған да көнбей, екеуі біраз сөзге келіп қалды. Алдындағы қаладан алатын үй туралы әңгімені естіген жас бала қайттан әкесін көндіре бастады. Бірақ әке баласына жамандық ойлай ма? Айтқанына көнбей тұрғанда Цок жынданып, мен қалада тұрғым келеді, мен ары қарай мұнда тұра алмаймын деп қашып кетті. Қарт жалғыз баласының бақытын ойлап, қалаға келіп, досынан ақша алып, қыздың шешесіне келді. Бірақ қызын баласына үйлендіруге сұрағанда, шешесі көнбей қойды. Аңшыға бергенше сатушыға берем деп Мондукты шығарып салды. Бұл уақытта баласы капитанға келіп, жолбарыстың қайда мекендейтінін білетінін айтты. Капитан оны әскерге қабылдап, бірден қолына мылтық берді. Ақмақ мылтықты көріп, риза болды. Көп әскер жиналып, бала көрсеткен жолмен жүріп кетті. Сүмелек Гукон баладан жай жолбарыстың тұратын жерін сұрап, ауылда қалдырса да болар еді. Бірақ қарт аңшы баласының артынан баратынын түсініп, сол үшін баланы өздерімен лестірді. Ким болса баланы қимай, артта жүр, мылтықты атпа деп жынданып баланы қайтарып жатты. Бірақ бұл адам тыңдайтын бала ма? Мондук үйде Цоктың жоғын көрді. Байқұс шал ақсандап тұрып, орманға қарай жүгіріп кетті. Алтау патшасы ұлы жолбарыс адамдарды өзінің апанына кіргізіп, сырттан жайлап бақылап жатты. Қаншық иттер ұлы жыртқыштың иісін сезіп, қынсылап қаша бастады. Шулап, жануарды қуып келе жатырмыз деп ойлаған ақмақтар алға басып келе жатыр. Бір сәтте үлкен қауіптің төнгенін сезгендей, барлық айнала тыныштала кетті. Сөйтіп үлкен тастың үстінен тақтан көтерілген патшадай ұлы тау жолбарысы мақұлықтар үстінен биіктеп қарады. Ашуланса мерт қылар, жолбарыспен ойнама. Бұндай көріністен кейін қорыққандарынан кім қай тесікке кіретінін таппай қалды. Өте үлкен жылдамдықпен қашып жатқан адамдарды біртіндеп жыртып айырып жатты. Бұл да өз дегеніне жетті. Бұтына тышып та сиіп те үлгерген еді. Бірақ жыртқыш оның қасынан аларып, ары қарай өтіп кетті. Қасында тұрған солдатқа атылғысы келген жолбарысты бала мылтық көздеп ата бергенде, патша амалсыз оған қарай атылды. Жолбарыс Мондуктың баласы екенін білген еді. Сондықтан Цокқа тиіспей өткісі келді. Бірақ болар іс болды. Мұнда енді келген Гукон баланы көріп қалды. Бала қанша көмектесші деп жалынса да, оған кешірек келем деп тастап кетті. Кейінірек Ким Цоктың жоқтығын байқап, оны іздеп қайтып келді. Бөрілер адамдарды жеп жатқан кезде баланың денесін аңшылар арасынан таппай қойды.
Әкесінің табиғаттан артығын алуға болмайды деп талай айтқан сөздерін тыңдамаған баланы қасқырлар өз апандарына сүйреп кетіп, жайлап жей бастады. Ким сүмелек Гюконды ұра бастағанда, артынан Мундук келіп қалып, балам қайда деп сұрады. Қасқырлар апандарына баланы іздеп, ұлы жолбарыс кіріп келді. Қасқырлардың батыр болып атылған біріншісін мойнын үзіп лақтырып жіберді. Қалғандары қаншықтай қынсылап індеріне кіріп кетті. Бала сол жерде көз жұмып, ұлы жолбарыс онымен қоштасып, қайғырып қасына жатты. Таңертең жүздеген өліктер мен жаралыларды шығара бастады. Гукон генералға ол қатты жараланып қалған, сондықтан оны қазір атып алу керек. Жақында қар көшкіні басталып, оны ала алмаймыз деді. Генерал Гуконның сөзін қолдап, жаңа шабуылға әскерін дайындады. Таңертең жолбарыс Мундукқа баласының денесін алып келіп, тастап кетті. Мұнда әскерлер таудың бәрін динамиттеп жарып, жан-жануардың керек емесін барлығын қыра бастады. Тау патшасы жерін қорғауға жорыққа аттанып кетті. Жүздеген әскерлерді біртіндеп тұман арасынан суырып әкетіп, өлтіре бастады. Кенеттен тура орталарына секіріп, оқ астында бәрін біртіндеп жыртып жатты. Әскерлер шошып, қашып, қайта тоқтап, қанша атқыласа да алып жануар олармен айқасын тоқтатпады. Талай адамдарды турап, бөлшектеп тастады. Әлсіреген жыртқыштың басына Гуконның оғы келіп тиді. Оны екі жақтан байлап, ұстап алып, Гукон соңғы оқты атқысы келгенде, 400 килограмдық алып жануар соңғы күшімен атылып, оларды жыртып, айырып, Гуконды быт-шыт қылып талап, лақтырып жіберді де, қансырап, ақсандап барып кетіп қалды. Сүмелек осы жерде өз дегеніне ақыры жетті-ау. Мундук баласымен қоштасып, үйін өртеп, ұлы жолбарысқа қарай шығып кетті. Тау басына шығып, тау патшасының дәл өңгіріне дейін жетіп келді. Қанша бір-біріне жақсылық жасаса да, Мундук оның шешесін өлтірген. Кейін артығын алам деп, өз әйелін де өлтіріп алған. Ал енді екеуінің де балалары өлді. Кекті қайтаратын уақыт келді. Екі кектес жау, әрі бауыр дос болған жаратылыстар бір-біріне деген сыйластығын білдіріп, шабуылға дайындалды. Ұлы аңшы мылтықты көздеп, ал ұлы жолбарыс тісін ақситып жүгіре жөнелді де, екеуі таудың басынан төмен қарай бірге құлап кетті. Бұлардың денесін ешкім таба алмай, генерал трофейді таппай қалғанына қатты жынданды. Корея халқының киелі Чирисан тауын өзіне ақыры бағындыра алмаған жапон генералы артқа шегінуге мәжбүр болды. Ал екі тағдырлас жаратылыс және дос қалың қар астында құшақтасып, жандарын жерге берді. Осымен фильм аяқталды. Қалай ойлайсыңдар, егер әкесі баласын тыңдап жолбарысты аулауға барғанда, барлығы оңаша болар ма еді? Жігіттер мен қыздар, видео сендерге ұнаса, ұмытпай арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздерші. Ол мен үшін үлкен көмек болар еді. Келесі видеода кездескенше.